Агатаға су құйған Мұса қармақпен емес, махаббатпен қосылды. Мұса мен Агатаның ескірмеген махаббаты. Мұса мен Агатаның қолдаушылар үшін сүйінші жаңалық. Көптен күткен романтикалық сәт орын алды. Мұса мен Агата түн ішінде романтикалық видео түсірді. Махаббаттан ерекше басы айналған Мұса Агатаға деген сезімін жасыра алмады. Мұны көрген Роза мен Аружанның қолдаушы апалары Агатаның тас ғасырынан бері келе жатқан адал фанаттарының жағасынан алды. Тіпті Агатаның қолдаушыларына Аружан мен Розаның апалары ауыр айтты. Ал көрермендер жарыса жазды. Агата дұрыс істеді, бәрінің аузына құм құйды ма, ешеуі су құйып балық құсап сөйлемей отырыңдар. Сол Розадан көрі Агата жарасады. Мұса Агатаға үйлен. Агатадан басқа шынайы өтірік сөйлемейтін, басқа жігіттермен жүрмейтін артында былығы жоқ. Сүт қызға үйлен. Розамен тоқтатсай. Мұса Розаны Инстаграмына салмайтын болыпты. Мұса ойланып оны алмайтын болып шешті Розаны. Розаға сыйластығың жоқ екен. Досым болса да бұрын отношение болған қыз ғой Агата, тіпті сыйламай тұрсын ғой Розаны. Роза қоя сал бұл жігітті. Сен бар жақсыға лайықсың. Агатаны көргенде неге өпіп деп қалады сақауланып сөйлеп көздері жанып. Осы Мұса шынымен жүректе сезім бар сияқты. Шынайы ерекше ешкімде жоқ пәк от сезім. Көптен көріспеген досым деді. 5 точка қойыпты. Значит, көптен көріспеген досым люблю дегенді білдіреді ме? Қалай ойлайсыңдар? Дәл солай ғой. Агата сүйем деген сөз ғой. Кім не десе о десін. Мұса мен Ару күшті жарасатын еді. Махаббат символы болды кезінде. Шах мырза айтпақшы, өткені Ару Мұсаны қаттығы жақсы көреді. Ару сияқты Мұсаны ешқандай қыз жақсы көрмейді. Осы екеуі үйленсе вообще күшті болар еді. Бәрі шок болады. От болады. Агата өте сұлу қыз, бақытты бол. Мұса мен Агата күшті жарасады. Деп жазды көрермендер. Мұса мен Агата қайта қосыла ма? Бәрі де мүмкін. Аружан мен Розаға не болмақ? Өйткені Мұсаға қатты ренжіген Роза қызымыз осы атышулы видеоға лүпіл баспаған болатын.